Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалатын, дайындалуы өте оңай шоколадты печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ заттарымызды, ұнымызды, разрыхителімізді және де қантымызды салып, үстінен какаомызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне жұмыртқамызды және ерітілген майымызды қосып, барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Және де қыздар, каналымда шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай қасықтың көмегімен шарик тәрізді етіп алып домалақтайтын боламыз. Барлығын осылай біркелкі етіп дайындап шығатын боламыз. Енді бетін сәндеу үшін бізге керегі шоколад, оны ерітіп алатын боламыз. Барлығының бетіне бірдей етіп құйып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 немесе 35 минуттай пісіріп шығатын боламыз. Біздің шоколадты печеньеміз дайын. Міндетті түрде менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Және де пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.